Сәлеметсіздер ме дейді. Мен Қызылорда қаласынан инфекционный стационарда жұмыс жасаймын. Бірінші тур дейді. Вакцина алдым. Бірінші кезегін алдым деп тұр ғой. Екінші турға 1 наурызда барамын. Сұрағым, екінші турда маған қандай вакцина салады? Ресейдің спутнигі ме әлде китайский ма дейді? Әрине, ресейдікі екінші тур. Бұл сұраққа мен жауап берсем, өйткені біздің құзырымызға кіретін сұрақ. Бірінші кезеңде салынған вакцина, Ресейдің вакцинасы, Ресейден алып келінген спутник V вакцинасы салынды. Оған 21 күн өткеннен кейін екінші кезеңде Ресейден алып келінген сол вакцинаның екінші дозасы салынады. Ол оған. Мәселен, бізде жаңағы қарағандылық вакцина салынған азаматтарға тек қана екінші кезеңінде қарағандылық вакцина салынады. Сонымен қатарына үлкен бір қателік, біздің елімізде бүгінгі күні тек қана ресейлік спутник V вакцинасы ғана салдырылады. Және де мінеки бірнеше күннен кейін Қарағандыда өндірілетін спутник V гамковид вакцинасы салдырылады. Сонымен қатар Қазақстанда өндіріліп жатқан вакцина болашақта 3-ші фазада дәлелденген жағдайда салдырылады.